Сәлеметсіздер ме, менің құрметті тары көрермендерім. Сіздерге арнап алдағы аптаға арналған апталық жорамал түсіремін. Бірінші кезекте тоқтылардан бастаймыз. Тоқтылар. Алдағы апта сіздерді не күтетін болады? Тоқтылар. Тоқтыларды көретін боламыз. Тоқтылар апталарыңыз кішкене и простой. Тоқтылар аптада бір нәрсені переживать ететін боласыздар. Мүмкін жұмысыңызда бір қиындықтар болуы мүмкін, жұмысыңызға қатысты болса. Мүмкін клиенттермен проблемама бір уайым деп айтуға болады. Үлкен проблема, минус емес, бұл просто бір нәрсені переживать етесіздер. Возможно, денсаулықтарыңызға қатысты болуы мүмкін переживание, немесе жұмыстарыңызға, клиенттеріңіз аз болып, содан переживать етесіздер, немесе қастарыңыздағы жұптарыңыз болса, жұптарыңызда переживать етесіздер. Басы бос тоқтылар болса, мүмкін сәтсіз махаббат болуы мүмкін деген сияқты сондай бір нәрсені уайымдау. Бірақ енді бұл қысқа апталық жорамал болғандықтан, енді бұл ұзаққа созылатын уақыт емес, қысқаша уақыт кішкене переживание болады сіздерде. Денсаулыққа қатысты, ақшаға қатысты, жұмысқа қатысты, неважно. Апталарыңызға сондай бір көңілсіз көңілге әсер ететін болады. Одан кейін тоқтылар бұл аптада сіздердің аптаның ортасына қарай уже өз-өздеріңізді қорғап бастайсыздар. Өз мненияларыңызды. Сіздерге біреу аттарыңыздан өсек айтады ма, немесе сіздерге тиіседі ма, жалпы личная граница дейді, сіздің жекеңізден өтуі мүмкін біреулер. Жеке басыңызды қорғайсыз, өз мнениеңізді қорғайсыз, аузыңыздан шыққан сөзді қорғайсыз, немесе өзіңіздің қандай екеніңізді көрсетуіңіз мүмкін, немесе бір агрессивный болуыңыз да мүмкін. Еш нәрсені жақтырмай, ашуланып, біреу бір нәрседе соған атылып кете жаздай болып, солай агрессияңызды танытатын боласыз. Және аптаның соңына қарай да тоже ашуыңыз басылады, агрессияңыз да басылады, переживание да кішігірім басылады, бірақ ішіңіздегі душаңыздағы спокойствие орынға келмейді, андай спокойно бола алмайсыз. Жалпы бұл апта сондай эмоционально тұрақсыздық, өз-өзіңізді қорғау, және де сыртқы адамдардың мнениялары сізге жақпау, солай ішкі состояниеңіздің кішкене қиындау болуы. Бірақ крупный, үлкен өзгеріс жоқ, сондықтан просто переживание болады. Барынша сабырлы болуға тырысыңыздар, тоқтылар. Апталарыңыз сәтті өтсін. Келесі кезекте торпақтар. Торпақтар. Алдағы апта сіздерді не күтеді? Торпақтар. Алдағы апта сіздерді не күтеді? Торпақтар. Вау, торпақтардың апталары керемет. Керемет. Торпақтар апталарыңыз өте керемет, өте жақсы. Прям егер әйел адам торпақ болсаңыз, өзіңіз боласыз, бір қиялдап, шабыттанып жүресіз, ойыңызда бір ерекше талантыңыз, бойыңызда өнеріңіз болса, соны шабыттанатын боласыз, немесе ойыңызға мықты идеялар келеді, бір ойыңызға идеялар келіп тұрса, соны жасап қалуға тырысыңыз. Ал керісінше ер адам тоқтылар болса, қасыңызда осындай яркий, женственный, сондай сізге поддержка беретін, мотивация беретін әйел адам жүретін болады. Және апталарыңыз өте керемет, көңілді, қуанышты жүресіздер, ақша жағынан да тұрақтылық бар, көңіл күйлеріңіз де өте керемет, және көп адамдар сіздерді бағалайтын болады. Енді өз тоқтылар, торпақтар табиғатынан еңбекқор ғой, сол еңбекқорлығыңыз мүмкін бастығыңыздың тарапынан марапат алуыңыз мүмкін, немесе айналаңыздағы адамдар сіздерді қошеметтеуі мүмкін, керемет деген сияқты. Апталарыңыз жалпы өте керемет, және бір жақсы мүмкіндіктер келеді. Сол мүмкіндіктерді ұстап қалуға тырысыңыздар. Торпақтар, апталарыңыз сәтті өтсін. Келесі кезекте егіздер. Егіздер. Егіздер, апталарыңызда бір нәрседен кету болады. Мүмкін махаббаттан кетесіздер, бір сүйген адамыңызбен айырыласыз, немесе
сіз үшін қайырсыз болған адамдар болуы мүмкін. Сізді өтірік алдап, арбап жүрген адамдар болса, соны сезетін боласыз. Махаббатқа да қатысты болуы мүмкін, ол отбасыға қатысты болуы мүмкін, немесе жұмыс коллективтердің ішінде деген сияқты жалпы айналаңыздағы жүрген адамдардың сізге бір пайда үшін жүргенін, немесе сізге дұрыс емес отношение көрсететінін сіз осы апта сезетін боласыз да. Яғни көзіңіз ашылады деуге болады. Соны біліп, кішкене қиындық, депрессия, уайымдау деген сияқты сондай кішігірім бар, бірақ қатты емес. Бірақ бір жақсысы, бұл аптада сіз зато сондай адамды біліп, вовремя көзіңіз ашылып, негізі жақсы қабылдауға да тырысыңыз. Депрессия болып ашулануыңыз мүмкін, бірақ екінші жағынан қуана біліңіз. Сондай адамды сіз уақытында білгеніңізге, сізді жақсы көргеннен емес, сізді пайдаланғаннан араласқысы келіп жүрген адамдарды білгеніңіз, ол сізге жақсы. Және де сол адамдар сізге бір ақталуы мүмкін, сізді қайта арбағысы келуі мүмкін, сізге қайта жақындағысы келуі мүмкін. Ешқандай да қабылдауға тырыспаңыз. Қандай адам болса да, кеткен адам кетсін, қайтып қабылдамаңыз. Себебі ондай адамдар қайтадан арбағысы немесе қайтадан ақталғысы келуі мүмкін. Мүмкін сіз бір адамға өте қатты пайда тигізіп жатсыз да, сіз соны біліп қойдыңыз, ол адамды өміріңізден алып тастағыңыз келеді. Ол адам сіздің оған пайда тигізетініңізді біледі да, жеңіл пайдадан айырылғысы келмеуі мүмкін. Сол себептен сізге қайта жабысуы мүмкін. Содан сақтана біліңіз, кеткен адамды кетіре біліңіз, қайтып жақындатпаңыз өзіңізге. Ойыңыз одан алыс ұстаңыз. Және де бұл аптада ақылдылық таныта біліңіз, чтобы соны жақындатпай, сеніп қалмауға тырысыңыз. Және де қасыңызда бір үлкен ер адам болуы мүмкін, немесе ер адам өзіңіз болсаңыз, өзіңіз боласыз. Сол нәрсені дұрыс анализ жасай білесіз. Ер адам болсаңыз, қасыңыздағы жолдасыңыздың немесе қамқор сізге жақын ер адамның ақылын тыңдай біліңіздер. Егіздер, апталарыңыз жаман емес, дұрыс шешім қабылдай білсеңіздер жеткілікті. Апталарыңыз сәтті өтсін. Келесі кезекте шаяндар. Алдағы апта сіздерді не күтеді? Шаяндар. Алдағы апта сіздерді не күтеді? Жалпы бұл апта негізі бұл апта кішкене андай негативныйлау, жалпы зодиак белгілеріне немесе бұл аптада көп адам агрессивный болуларыңыз мүмкін. Неге? Чтобы уже ай толып келе жатыр, ай толайын деп жатыр, ай толу процесінде сондай кейде мутный тірліктер болуы мүмкін, сондай заттар болып қалуы мүмкін. Уже ай кеміп жатыр, то есть толып жатыр. Ай жаңадан туған жоқ, толып жатқан кезде желательно жаңадан жұмыс бастамай, еш нәрсені шешім қабылдамай жүрген дұрыс. Енді алдағы апта 12 мен 18-нің аралығы болғандықтан, сол аралықта желательно ешқандай жаңа жұмыс бастамауға тырысыңыздар, барлықтарыңызға қатысты. Ал енді шаяндар, сіздерге қатысты бұл аптада бір мүмкіндік келуі мүмкін қолыңызға, немесе біреуге ұсыныс жасауыңыз мүмкінсіз, немесе сізге ұсыныс жасау мүмкін. Әлі бойдақ шаяндар болса, ер адам болса, сүйген қызына ұсыныс жасайды, немесе қыз баласы болсаңыз, сізге жігітіңіз ұсыныс жасайды деген сияқты сондай махаббат тарапынан ұсыныстар болуы мүмкін. Немесе крупный бизнеспен, саудамен айналысатын адамдарға тоже осындай документациямен ұсыныстар түсуі мүмкін. Бірақ бұл ұсыныстың результаты сіздерге махаббатта болсын, жұмыста болсын, шаяндар, бір жақын араның көлемінде бұның результаты шықпайды. Ұзақ күтетін болсыздар результатын. Және сол ұсынысты қабылдағандарыңызға немесе тастағандарыңызға кішкене өкініп қалуларыңыз мүмкін. Немесе салып жатқан ақшаларыңыз ұзақ уақыттан кейін ақталуы мүмкін, жақын арада жемісін бермейді. Немесе сүйген адамдарға қатысты шығарған шешімдеріңізде бір босқа уақыт, босқа ақша, босқа внимание жоғалтып қалуларыңыз мүмкін. Сол себептен шешімді дұрыс қабылдауға тырысыңыздар. Желательно еш нәрсе бастамай тұрыңыздар, махаббатқа қатысты болсын да, жұмысқа қатысты болсын да. Және бұл аптада барынша денсаулықты күтуге тырысыңыздар. Және болмашыға ашуланып, агрессия танытудың да қажеті жоқ. Ашуланып деген сияқты. Содан сақ бола біліңіздер. Апталарыңыз сәтті өтсін, шаяндар. Келесі кезекте арыстандар. Арыстандар, апталарыңыз қалай өтеді? Айтын боламыз. Екі карта бірден шықты ғой. Арыстандар, апталарыңыз керемет
өте сәтті, керемет деп айтуға болады. Бірақ бұл аптада арыстандарға ескерту: жол жүргенде абай болыңыздар. Мүмкін командировкаға шығасыздар, немесе ұзақ сапарға жүресіздер, немесе бір қаладан екінші қалаға көшейін деп жатсыздар деген сияқты. Жалпы жол жүру жаман деп айтуға болмайды, бірақ сақтанып жүріңіздер. Жылдамдықты асырып, жарысып, асығыстық танытып жүрмеңіздер, ол сіздерге қауіп төндіреді. Және де бұл апта барынша бір мақтанбай ақ қойыңыздар ешкімге: мен де осындай күшті, мен осыны жасай аламын деп жарысқа түсудің де қажет жоқ. Және асығыс шешім қабылдаудың қажет жоқ. Себебі сол асығыс шешім, жарыс, агрессияның барлығы өздеріңізге қиындық алып келуі мүмкін. Бұл аптада барынша сабырлы, спокойно өткізуге тырысыңыздар. Жолдан да сақ болыңыздар. Егер өз өздеріңізді ұстап, барынша сабырлы, көңілді болып, ешкіммен жарыспай апталарыңызды өткізетін болсаңыздар, өте сәтті аптаның ортасына қарай бір отбасыларыңызға бір керемет қуаныш келуі мүмкін. Отбасылық тойлайтын тойға барасыздар ма, отырысқа барасыздар ма, жалпы отбасылық керемет қуаныш, сәттілік алып келеді. Әйеліңіздің ақшасы көбейеді, немесе әйел адам болсаңыз күйеуіңізге бір сондай ақша келеді, немесе сондай бір жалпы қуаныш отбасыға толығатын. Мүмкін балаларыңыздың туған күні деген сияқты сондай ерекше бір қуаныш бар. Және жиын терін, отырыс, қонаққа бару, қыдыру, көңілді отбасы, жалпы эмоциональный қуаныш деп айтуға болады. Апталарыңыз өте сәтті. Тек қана аптаның басында бір мақтаныш қылып, немесе өзіңізді көрсеткіңіз келіп жарысып, сондай затқа түспесеңіздер, апталарыңыз өте сәтті. Арыстандар, апталарыңыз сәтті өтсін. Келесі кезекте бикештер. Бикештер, апталарыңыз қалай өтетін болады, қарайтын боламыз. Бикештер, апталарыңызды қарайтын боламыз. Бикештердің аптасы кішкене, негізі бұл апта көбісіне сондай кішігірім агрессия. Жаңадан еш нәрсені бастамай, ешкімге бас қатырмай жүрсеңіздер ғана керемет. Бірақ болмайтын конфликт келіне берсеңіздер, апталарыңыз агрессивный. Жалпы бикештер сіздерге қатысты, но жалпы барлық жұлдыз белгілеріне бұл апта барынша тыныш өткізуге тырысу керек. Жалпы апталарыңыз бикештер жаман деп айтуға келмейді, бірақ бір сатқындық аласыздар. Мүмкін жұмыстарыңызда біреусіздер подставить етуі мүмкін. Жасамаған нәрсеңізді жасады деп мойныңызға алып, немесе махаббатта жақсы көретін адамыңызға ортаға үшінші адам түсуі мүмкін, біреу келіп араласуы мүмкін деген сияқты. Жалпы өмірлеріңізде бір несправедливость болады ғой, бір әділеттілік жойылып, орнына сіз қанша прав болып тұрсаңыз, не прав болып шығады жалпы сіздікі. И адамдар сізді солай қарайды. Көңіл қалу, ашулану, агрессия, адамдарға деген реніш деген сияқты сондай апта бұл апта. Сіздікі дұрыс, бірақ көрсете алмай жатсыз өзіңіздікінің дұрыс екенін. Және сол өзіңіздің дұрыстығын дәлелдеу үшін көп еңбек етуіңіз керек, көп өзіңізді көрсетуіңіз керек. Өзіңіздің дәлелдеу үшін. Бірақ апталарыңызда қанша сіздерге осындай танытып, осындай әділдік шығып жатса да, өздеріңізді барынша сабырлы ұстай алсаңыздар, негізі бұл аптада өздеріңізді ешкімге дәлелдеп қажет емес. Айтқан адам айтады, сөйлеген адам сөйлейді. Самое главное, сіз өзіңіз таза, өзіңіз пәк болсаңыз болды, жеткілікті. Қалған жұрттардың сөзіне мән бермеңіз. Дальше өз жұмысыңызды жасап жүре беріңіз. Сол кезде түбінде сіздікінің жақсы екенін, бұл аптаның ішінде болмаса да, түбінде сіздің қандай адам екеніңіз, результатыңыз ақталатын болады. Түбінде жақсы болсаңыз, жақсы болып шығасыз. Сондықтан жұрттардың ойымен өмір сүріп қажет емес. Сіз қанша өзіңіз дәлелдеуге тырысып, ашуланған сайын өзіңіз минусқа кете бересіз. Бұл мүмкін денсаулықтан болуы мүмкін, жұмыстан болуы мүмкін, немесе махаббаттан болуы мүмкін, без разницы. Сол кез келген бір жағдайда өмірлеріңізге осындай келеңсіздікті мән бермеуге тырысыңыз. Айтқан адам айтады, сөйлеген адам сөйледі деп қалдыра берсеңіздер жеткілікті. Бикештер, апталарыңыз сәтті өтсін. Келесі кезекте таразылар. Таразылар, аптада сіздерді не күтеді? Таразы. Таразылардың аптасын қарайтын боламыз. Барлық зодиак белгілеріне агрессия шығып тұр. Агрессивный барлық. Бұл апта жалпы барлық зодиак белгілері кішкене агрессиямен жүрейін деп тұрсыздар. Таразылар, апталарыңыз кішкене бір қиын күреспен өтеді.
бір жерге мүмкін ақша жетпей жатуы мүмкін, соны ақшаны жеткіземін деп күресесіздер, соны іздейсіздер, жұмыс жасайсыздар, возможно көп жұмыс жасауларыңыз мүмкін. Жалпы бір нәрсенің результатын түбін алу үшін көп еңбек етіп, көп күресесіздер. Возможно, бұл ақша үшін болуы мүмкін, немесе денсаулық үшін болуы мүмкін. Тексеріліп бір жерлеріңізді емдетіп жүрсеңіздер, сол үшін көп дәрі ішесіздер, мүмкін спортпен шұғылданасыздар, денсаулықтарыңызбен күресесіздер. Немесе отбасыға қатысты да болуы мүмкін. Бір отбасыларыңызда қиын отношения, кризисный отношения болса, соны қалыпқа келтіру үшін де кішкене күрес болады. Жұмыстарыңызда да дәл солай, жұмыстарыңызда кішігірім күрес, қиыншылық, табанды еңбек ету керек деген сияқты сондай. Вот бұл аптада солай кішкене шаршау болады, қиналасыздар. Бір нәрсенің түбіне жетіп результатын алу үшін көп еңбек ету керек болады. Содан кішігірім шаршау болады және агрессия танытатын боласыздар, ашуланатын боласыздар. Неге бәрін мен жасай беремін деген сияқты агрессия, ашу, күрес, шаршау. Және аптаның ортасына қарай бір таңдау түседі сіздерге. Кез келген жағдайда болуы мүмкін, махаббаттан да болуы мүмкін, жұмыстан да болуы мүмкін, жалпы кез келген жағдайда бір таңдау. Мынаны жасайын ба, мынаны жасайын ба деген сияқты. Таразылар, бұл апта сіздерге кеңес, қолдарыңыздан келгенше күрестеріңізді жасай беріңіздер, бірақ сабырлы болуға тырысыңыздар, агрессияларыңызды таныта бермеңіздер. Ал таңдауға қатысты бұл аптада ешқандай таңдау жасамаңыздар, себебі бұл аптадағы сіздерге жасалған таңдауларыңыз үлкен өмірлеріңізге әсер етуі мүмкін. Сол себептен ешқандай шешім шығармай бір қалыпты өмір сүруге тырысыңыздар бұл аптада, өз-өздеріңізді ұстап. Таразылар, апталарыңыз сәтті өтсін. Келесі кезекте сары шаяндар. Сары шаяндар. Апталарыңыз қалай өтеді көретін боламыз. Сары шаяндар. Сары шаяндар, апталарыңыз өте жақсы, қиын емес. Жақсы өтеді, апталарыңыз сәтті деуге болады. Бірақ бұл аптада тоже сіздерге сары шаяндар, негізі сары шаяндардың табиғатынан олардың энергиясы көп, жұмысқа бейім, босқа жатпайтын адамдар сары шаяндар. Бұл аптада дәл сол өздеріңіздің мінездеріңізді қолданасыздар, яғни бос жатпауға тырысыңыздар, ерінбеңіздер, жұмыстарыңыз болса жасай беріңіздер, не жасау керек соның бәрін жасай беріңіздер, тоқтап қалмаңыздар. Және көреалмаушылық деп айтуға келмейді. Біреулер сізге көзі қызуы мүмкін, немесе сізді қызғануы мүмкін, жұмыстағы жетістігіңіз деген сияқты. Солай кішігірім сіздерге тиісетін адамдар болады, бірақ оны сіз елемейсіз. Елемей өтіп кетесіз, бірақ сондай қыстырма сөздер болады, мән бермеуге тырысыңыздар. Мүмкін денсаулыққа қатысты, ақшаға қатысты, жұмысқа қатысты, районса жоқ, кез келген жағдайда осындай сөздер болуы мүмкін. Және табандап, тоқтамай жақсы жұмыс жасап еңбек ететін болсаңыздар, сары шаяндар, апталарыңыз өте сәтті, және апталарыңызда бір ерекше өзгеріс болады. Апталарыңызға бір өмірлеріңізге бұл аптада үлкен перемен кіруі мүмкін, яғни колесо фортуны бұл үлкен өзгеріс. Өмірлеріңізді осы аптада 180 градусқа өзгерту мүмкіндіктеріңіз бар. Мүмкін бір депрессияда, мүмкін жұмыстарыңызда бір кедергі болып тұрса, осы апта жақсы жұмыс жасай білсеңіздер, өмірлеріңізге үлкен жақсы жағынан өзгеріс болады. Возможно, ол денсаулықтан болуы мүмкін, жұмыстан болуы мүмкін, ақшадан болуы мүмкін, кез келген жағдайда өмірлеріңізге бір жақсы жағынан өзгеретін өзгеріс болуы мүмкін. Тек қана табанды жұмыс жасай біліңіздер, және де қыстырма сөздерге, адамдардың сізге тиіскен әңгімелеріне мән бермеңіздер. Сол кезде бәрі сәтті, бәрі керемет болады. Сары шаяндар, апталарыңыз өте сәтті, керемет, апталарыңыз сәтті өтсін. Келесі кезекте тауешкілер. Апталарыңыз қандай болады көретін боламыз. Тауешкілер. Апталарыңыз қандай болады көретін боламыз. Тауешкілер. Бұлапта бәріне агрессивный өтісіп жатыр. Тауешкілер, апталарыңыз жаман деуге келмейді, жақсы. Бұл аптада ғашық боласыздар ма, немесе бір жерге командировкамен барасыздар ма, немесе жұмыстарыңызды ауыстырасыздар ма. Жалпы бір көргеннен ғашық болу, немесе ғашық болған адамыңызды бір ерекше елестету сияқты сондай түсіп тұр. Бұл апта жалпы бір көргеннен ғашық болу, немесе бір адаммен таныстық болуы мүмкін. Қыз жігіттің арасында, немесе без разница, коллектив арасында жаңадан адам келді, немесе сіз жаңа ортаға баруыңыз мүмкін. Сондай жағдайда бұл аптада
бір көрген адамыңызға сенбеңіз, ғашық болып жатсаңыз да беріліп кетпеңіз. Жалпы айтылған сөзге бір көрген адамға сенудің қажеті жоқ бұл аптада. Себебі нақты зерттелмеген адамға бір уәде беріп қойып, немесе оның бір затын алып қойып, немесе сіз зат беріп қойып жатсаңыз, соңында ол адаммен күресуіңіз мүмкін, ол адамның қандай адам екенін білуіңіз мүмкін, ол адам немесе нашар болып шығуы мүмкін. Сол себептен конфликт болуы мүмкін. Бұл аптада барынша ешкімге сенбеңіз, ешқандай жаңа жұмыс бастамаңыз, еш нәрсені өзгертуге тырыспаңыз. Бір адаммен таныстық келісімшарт жасасаңыздар да толық қандай адам, өмірбайын бәрін зерттеп барып жасаңыздар. Бұл аптада ешқандай асығыс шешім қабылдауға тырыспаңыздар. Асығыс шешім қабылдауға тырыспай, барлық нәрсені байыппен шешіп, байыппен істей алатын болсаңыздар, аптаның соңына қарай дәрежелеріңіз өсуі мүмкін, должностарыңыз өсуі мүмкін жұмыс барысында. Сондай жұмыс барысында бір жетістік болуы мүмкін. Жалпы тауешкілер, апталарыңыз жаман емес, апталарыңыз сәтті өтсін. Келесі кезекте мергендер. 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 Мергендер, апталарыңыз өте жақсы, өте керемет, бір қалыпты, бір сабырлы күйесіздер. Жұрттың бәрі бір-бірімен қырылысып, ренішіп, агрессияларын танысып, ашуланып, өз-өздерін ұстай алмай жүрсе, сіз сол жұрттарға қарап, чтобы неге қырылысады деп спокойно тыныш отыратын адамсыз. Бұл аптада мергендер сіздің бір мұртыңыз қисаймайтындай апта деуге болады. Адам басқа адамдар конфликт түсіп жатуы мүмкін, бірақ сіз қарап отыруыңыз мүмкін деген сияқты. Негізі сіздің аптаңыз өте тыныш, өте керемет. Ешкім сізге тиісейін деп тұрған жоқ, сіз де ешкімге тиісейін деп тұрған жоқ. Денсаулықтарыңыз да тұрақты, жұмыстарыңыз да тұрақты, махаббатта да қиындық жоқ. Жалпы бір ұйқыда деп күйде деп айтуға болады, тып-тыныш күйдесіздер. Әйел адам мерген болсаңыз, өміріңізге бір ерекше бір жарқын сәттер келуі мүмкін, немесе бұрынғы қуаныштарыңызды еске аласыздар, немесе өміріңізге жарқын сондай қуаныш, бақыт келуі мүмкін. Ақшаға қатысты, денсаулыққа қатысты, немесе өміріңізге балалы боласыз ба, немесе бала көтересіз ба. Жалпы әйел адамдарға сондай әйел адамның қуанышы. Ал керісінше ер адам мерген болатын болсаңыз, отбасыңыздағы бір әйелдің қуанышы, анаңыз, әйеліңіздің қуанышы, қарындасыңыздың, балаңыздың деген сияқты соның қуанышы, соның энергиясы сізге әсер ететін болады. Және ер адам мергендердің қолына бір билік сондай келуі мүмкін. Ер адам мерген болсаңыз, должностыңыз көтерілуі мүмкін. Бірақ сіз должностыңыз сол басқа бір адамдардың конфликт болады. Біреулер ренжісіп жатады. Например, екі адам бір-бірімен ренжісе, сол екі адам бірдей жұмыстан шығады, бірақ сол должностқа сіз отыруыңыз мүмкін деген сияқты басқа адамдардың конфликтінің арқасында сіз сол жетістікке жетесіз. Еңбек еткен басқа адам, бірақ сіз сол мүмкіндікті ұстап қаласыз, сол должностқа сіз отыратындай сондай апта болып тұр сіздерге. Және де сізді шаршатқан, сізді ренжіткен, сіз кезінде сіздің жолыңызды кескен адамдар болса, өміріңізден кететін болады. Жалпы мергендер бұл апта сіздерге өте сәтті, барлығынан да бір керемет апта деп айтуға болады. Апталарыңыз сәтті өтсін, мергендер. Келесі кезекте су құйғыштар. Су құйғыштар. Апталарыңыз қандай болады, көретін боламыз. Шашылып жатыр ғой су құйғыштар, что-то энергиялары көп ау деймін су құйғыштардың бұл аптада. Керемет су құйғыштардың аптасы. Өте керемет. Осы аптадағы 12 мен 18 күннің аралығындағы аптада ең керемет апта осы су құйғыштардікі сияқты. Керемет апталарыңыз барлық жағынан бір қуаныш, бақыт, эмоциональный қуаныш, отбасыларыңызға бір адам толығуы мүмкін, қосылуы, немесе келін түсіресіздер, үйлендіресіздер балдарыңыз, немесе аяғыңыз ауыр болады, бала күтіп жүрсеңіздер, немесе балалы боласыздар ма,
немесе отбасыларыңызға бір сондай керемет адам келеді ма, сондай отбасылық қуанышты білдіреді. Тойға бару, жиынға бару, қуану, семейный эмоциональный керемет көңіл күйді білдіреді. Және денсаулықтарыңыз да өте керемет, жұмыстарыңызда тұрақты, ақшадан да тұрақтылық бар. Өмірлеріңізде бір ешқандай кедергі жоқ, бір құс сияқты қуанышта, бақытта ұшып жүретіндей боласыздар. Апталарыңыз өте сәтті деп айтуға болады. Керемет, апталарыңыз сәтті өтсін, су құйғыштар. Келесі кезекте балықтар. Балықтар. Апталарыңыз қандай көретін боламыз. Балықтар. Балықтар, бұл аптада сіздерге бір денсаулықты күте білу керек. Балықтар, сіздерге бұл аптада депрессия қатысып, ашуланып, ренжіп, біреумен айтысып, қажет емес. Немесе біреуден внимание талап етіп деген сияқты. Себебі ашуланып, агрессияға түсіп қиналатын болсаңыз, осықа өз денсаулығыңызды өзіңіз құртатын боласыз. Бұл аптада кішігірім сіздерден денсаулықтан қиындық болып қалуы мүмкін. Грипп болып қаласыздар ма, депрессияға түсесіздер ма, біреуге ренжимін деп психикаларыңыз құртып аласыздар ма. Сол себептен балықтар, бұл аптада барлық нәрсені спокойно шешуге, жеңіл қабылдауға тырысыңыздар. Себебі бұл аптада сіздерге бір әйел адамнан көмек келуі мүмкін. Мүмкін анаңыз, мүмкін әпкеңіз, мүмкін әйеліңіз деген сияқты бір әйел адамнан сізге көмек, үлкен поддержка келеді. Сол поддержканы дұрыс қабылдай біліңіз, және көмек көрсетіп жатқан адамды итерудің қажеті жоқ. Сабыр сақтап, өз-өзіңізді қолда ұстай білсеңіз, әйел адамның поддержкасы сізге үлкен көмектесетін болады. Және сізге мүмкін ақша түсуі мүмкін, сол әйел адам арқылы, немесе сізге подарка беруі мүмкін, немесе сізге үлкен қолдау көрсетіп, өміріңіздің өзгеруіне сізге септігін тигізуі мүмкін. Бұл аптада бір ренжіп, ашу, ыза, депрессия деген бір кез келген нәрсеге қатысты болуы мүмкін. Мүмкін жұмысыңызға, немесе отбасыңызға, денсаулығыңызға қатысты деген сияқты. Осы ашуды, агрессияны басқа адамдардан алудың қажеті жоқ. Барынша өзіңізді ұстай білсеңіз және әйел адамның көмегін қабылдай білсеңіз, аптаңыз сәтті, жақсы өтетін болады. Сізге жақсы поддержка беріп, жақсы көмектесетін болады. Балықтар, апталарыңыз сәтті өтсін.